Екі ғана құраммен дәл осындай қытырлап табиғат ашатын салат жасауға болатынын білмеппін. Бұрын базардағы орыс әжелерден сатып алып жеуші едік қой. Енді өзім-ақ үйде күнде жасайтын болдым. Ол үшін осылай кез келген көлемдегі капуста керек. Менде кіші көлемдегі капуста. Дәл осы видеодағыдай 4 пішікте етіп бәрін турап аламыз. Және бөлек ыдысқа салып арасын ашамыз. Енді шикі қызылшаны да үкіштен өткізіп дайындаймыз. Және 3-4 тісше сарымсақты, яғни чеснокты ірілеп турап аламыз. Енді банкаға жабатын болсаң жақсылап булап, түйіршіктелген қара бұрыш, чеснок және қызылша, одан кейін барып капуста осылай кезектестіріп салып шығатын боламыз банкамызды толтырып. Бұл салаттың ерекшелігі, яғни қысқа дәл осылай банкада жапсаңыз да болады, немесе күнделікті жегенге де жасап қойсаңыздар болады. Әсіресе тамақпен жегенге өте керемет кетеді. Енді суымызды қайнатып, үстіне қант, тұз және 9% уксустан құйып, араластырып, банкамызға толтырып осылай құйып шығатын боламыз. Мен де бір банканы қысқа қалдырдым, екіншін күнделікті жегенге қалдырдым. Жақсылап осылай жауып алатын боламыз. Дәл осы менің қолданып жатқан закрывашка туралы толық ақпаратты актуальный бөлімнен көрсеңіздер болады. Енді бұл салат шынымен де тамақпен бірге ұсынғанға өте керемет қытырлап, кәдімгі тәбетті ашады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен рецепт сақтап, пайдалы парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.